Сәлем достар, сендермен бірге мен Арука Микс. Бүгінгі видео менің арнамда 40 мың тіркелушіге орай өзім жайлы 40 факт деп аталады. Сіздер менің атымды, жасымды, фамилиямды, жалпы мен туралы кішкене мәлімет білесіздер. Мен оны тегта да айтқанмын, сұрақ жауаптарда да жауап бергенмін. Ал егер сіз менің арнамның жаңа тіркелушісі болсаңыз, міндетті түрде менің басқа сұрақ жауаптарымды көріп, мен жайлы кішкене мәлімет біліп алыңыз. Ал бүгінгі видеода сіздер мен жайлы білмеген жаңа мәліметтер білесіздер, және де мен жайлы қызықты мәліметтер білетін боласыздар. Ал ендеше достар, көп сөзбай видеоны бастайық. Бірінші факт, менің масаға және тәттіге аллергиям бар. Екінші факт, сүйікті тағамым картошка фри. Үшінші факт, бірінші сыныпқа 5 жасымда барғанмын. Төртінші факт, жалғыздықтан қорқамын. Келесі факт, мен төсекте ұйықтап жатқанда аяғымды кішкене тартып жатамын негізі. Себебі төсектің астынан біреу ұстап алатын сияқты аяғымды. Келесі факт, түнде айнаға қарағаннан қорқамын. Келесі факт, қыдыруды жақсы көремін. Жаңа адамдармен тез тіл табысып кетемін. Білсеңіздер де, білмесеңіздер де айта өтейін, менің салмағым 35 килограмм. Аяқ киімімнің өлшемі 36. Мен кішкентай кезімде Астанаға қыдырып барғанда, бәйтеректі чупа-чупс, үлкен чупа-чупс деп ойлайтынмын. Чупа-чупсқа ұқсатқанмын. Және ата-анамды сүйреп жүріңдер чупа-чупсқа деп айтатынмын. Туған күнім 25 наурыз. Маса шаққанды ұнатпаймын, себебі менде масаға аллергия айтып кеттім, және ол қатты ісініп кетеді. Сондықтан бір жаққа барғанда міндетті түрде рейтті алып жүремін. Яғни ол масаға қарсы дәрі. Әрдайым бір жаққа қыдырып барғанда, жолға шыққанда сапарларға, мынадай темір жол тасымалының пеналын алып жүремін. Бұның ішінде керекті заттар көп, сондықтан керек болатын шығар деп алып жүремін. Биіктіктен қорқамын. Мен жиі түсімде сөйлеймін. Әсіресе сабақ жайлы айтамын. Өте ұзын ғимараттардың тура биік шыңына қарағанда, маған ол ғимараттар құлап бара жатқандай көрінеді. Инстаграмсыз және ютубсыз бір күнде өткізе алмаймын. Ютубқа видеоны жиі салуға тырысамын. Қараңғыдан қорқамын. Мен кішкентай кезімде дөңгелек әңгелекті доп деп ойлап, тебемін деп жылайтынмын. Көп тәтті жемеймін. Бірақ та бала болғандықтан енді кішкене жеймін. Шашымды ешқашан бояған емеспін. Мынау менің табиғи түсім. Видеоға түсердің алдында 1 сағаттай видеоға дайындаламын. Өзіме киім таңдаймын, өзімді қалпыма келтіремін, шашымды дұрыстаймын. Және де камераларды, штативтарды барлығын қойып, дұрыстап дайындаламын. Жалпы 1 сағаттай дайындаламын. Тырнағымды жазда бояғанды жақсы көремін. Бірақ та мектеп кезінде мүлдем боямаймын, себебі бізге рұқсат етпейді. Таңертең тұрғанда жуынып аламын, содан соң тамақ ішпей тұрып, 15 минутта жаттығу жасаймын. Және де кешке таман сағат 6-дан 6:30-ға дейін жарты сағаттай жаттығу жасаймын. Менде 2 телефон бар, біреуі Samsung Galaxy A5 және біреуі LG K10. Сүйікті түсім қызғылт. Қазір сағат 8:30. Жоқ, таңғы емес, кешкі. Бұл видео қазір 8:30-да түсірілгенмен де YouTube'қа салынып, сіздерге кез келген уақытта шығу мүмкін. Тыныш. Ешкімге айтпаңыздар. Бірақ та мен бір күні інімнің тәттісін оған айтпай жеп қойғанмын. Өте қысқа шортиктарды кигенді ұнатпаймын. Бірақ та мен оларды жаман деп жатқан жоқпын, өзіме ұнамайды. Маған өзімнің келбетім ұнайды. Әр адамға өзінің келбеті ұнауы тиіс, себебі әр адам өз келбетімен мақтану керек. Менің бүкіл денемде, барлық денем сынағанда 27 қалып бар. Менің хоббиім видео түсіру. Менің екінші хоббиім ол кітап оқу. Мен қазір Мұқағали Мақатаевтың Аманат атты кітабын оқып жүрмін. Кешкі серуендерді ұнатамын. Қатты ыстық ауа райын ұнатпаймын. Сүйікті гүлім Раушан. Ең соңғы факт, мен сіздерді жақсы көремін. Ал осымен достар, бұл видео тәмамдалды. Міндетті түрде бұл видеоның астына лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мен жайлы көп мәлімет білген шығарсыздар. Ал ендеше достар, сау болыңыздар.